Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін тақырып қыздар неден қорқады? Кез келген қыз, кез келген ұлттың қызы жігіттерге қатысты өзінің қорқыныштары бар. Сырттай қарағанда жігіттер қайта қыздардан қорқатын сияқты ғой негізі. Бірақ қыздарда жігіттерден қорқады өздерінің бір белгілі себептері үшін. Бүгін сол қорқыныштардың қысқаша төртеуін айтып өтетін боламыз. Біріншісі, қыздар жеңілтек болып көрінуден қорқады. Легкодоступный дейді ғой орысша айтқанда. Яғни елге, жігіттерге жеңіл добыча болып көрініп қалудан қорқып, өзі қалап тұрса да барынша жаңағыдай білдірмей, сезім білдірмей, түр бермей, жасырып, қатайып, неше түрлі проверкалар тастап, өзінің бағасын көтеріп жатады. Неге? Өзі ұнап тұрса, басты қатырмай, уақыт созбай, ашық айта салмайды деп жігіттер айтып жатады да. Өйткені жеңіл келген қыз болып көрінгісі келмейді да қыздар. Оның енді көп себептері бар, психологиялық себептері бар. Бірақ бүгін себебі туралы емес, белгілері туралы айтамын. Сондықтан қыздардың осылай керіліп, қатайып жүруі сені ұнатпайды деген сөз емес. Кейде ол қыз просто шаблонмен әрекет жасап жатыр да. Оның басқа ақыл айтқыш подругалары бар, жеңгелері бар, басқа бір достары бар, көріп алған, естіп алғанмен ақылмен, солардың ақылмен жүруі әбден мүмкін екен. Екінші, қыздар өзін пайдаланып кетеді деп қатты қорқады да. Осы ең үлкен қорқыныш. Яғни жігіт өзіне мені ғашық қылып алады, бауыр бастырып алады, сосын алдап, сосын жоқ болып кетсе ше деген қорқыныштар бар. Бар ғой жігіттер енді біздің қыздардың психологиясын біліп алады, плюс-минустарды біліп алады да, сосын сондай бір рычагтарды басу арқылы кез келген қыздың ішіне кіріп шыға алады оңай. Вот осылай бір-екі рет аузы күйген алданған қыздар екінші рет нормальный жігітке, даже шынымен алдамайтын нормальный жігітке сенбейді да. Бұл да алдап кетуі мүмкін деп қорқады. Сол үшін де тағы да жаңағыдай берілмей, қатайып, дәлел күтіп, докажи, если любишь дегендей сөздерді айтып, алданып қалмау үшін, алданып қалмайтынына көз жеткізу үшін осындай ұзақ сондай проверкалар тастайды. Сондықтан жігіттер кейде қыздарды алдап, кейін осындай бір ер адамдарға сенбейтін қыздарды өзіміз де жасап жатамыз жігіттер. Сондықтан бұл жерде де қате. Үшінші, жігіттің көп қызбен жүруі кейбір адамдардың түсінігінде, біздің жігіттердің түсінігінде бавник болуы күшті болып көрінеді. Типа жігіттердің бәрі сыйлайды, оны көп қызбен жүрген деп қыздар оған қызық қарайды. Осылай сияқты да. Бірақ бұл біздің қазақтың бұл мұсылмандық түсінікте, менталитетте бұл жақсы нәрсе емес әрине. Осыдан келіп шығатын қыздардың тағы да бір қорқынышы, мен туралы қолдан қолға жүретін сондай бір жеңіл жүрісті қыз деп ойлап қалмасын деген сөзден қорқады да қыздар. Яғни көп жігітпен жүрген сондай енді репутациясы жаман қыз болып көрініп қалудан қорқады да. Сосын тағы сол қатайып, алынбайтын қамал секілді недоступный болып, жігітке жаңағыдай опять-таки көп проверкалар тастап, тағы сол жүйкені тоздырып, бір енді айтқанда бір жәлеп болып, проститутка деген статус сондай бір сөзге ілініп қалудан қорқады қыздар, қатты қорқады. Бұл енді үлкен қорқыныш. Төртінші, соңғы, тағы сол мені тастап кетпесін деп, жігітті өзіне байлап алатындай көп әрекеттер жасап, сондай бір сөздер айтады да. Яғни жігітті барынша под каблуком ұстап, стабильный етіп, тұрақты етіп алуға тырысады да. Өйткені басқа қыздарға қарамасын, менің ғана айтқанымды істесін, маған ғана қарасын. Потому что мен жалғыздықтан қорқамын. Мүмкін кезінде әкесі анасын тастап кеткен шығар, немесе өзі алданған шығар, немесе осындай оқиғаларды көп көріп естіп өскен шығар. Енді ол жағдайға байланысты, бірақ барынша жігітке сенуге болмайды деп, жігітке жоғарыдан қарап, жігітті контрольге ұстап, жігітті бақылауға ұстайды. Жігіттердің қателігі осындай кезде қыздарға өздерінің ақ көңілдерін көрсетіп, ағынан жарылып, мен ондай жаман жігіт емес, мен сені алдамаймын, мен сені пайдаланбаймын деп, осы идеяны барынша қызға тықпалап жатады. Яғни өзінің жақсы екенін көрсеткісі келіп жатады да. Осымен мәселе шешілмейді жігіттер. Ол қыздың ішіндегі проблема да. Оны қыз өзі ғана шеше алады. Сырттан оған әсер ету, ол жараға май жағумен ғана ұқсайды, соған нәрсеге ұқсайды. Бірақ ол жара іштен жазылады ғой. Мұндай қыздармен жолығып қалатын болсақ, жігіттер ондай қыздармен алысып, оларды емдемей, ол қыздың көзінде өзіңді сенімді, өзінің принциптері бар, өзін танып, өзін білген, қызға қарағанда мықты жігіттің тұрғанын көрсету керек та. Сол кезде қыздың өзі саған сенгісі келеді, саған сенім артқысы келеді, саған өзінің қорқыныштарын тапсырғысы келеді. Яғни енді бұл жерде сен өзің білесің да, бірақ спасатель болып, ол қыздың проблемасын шешіп, оның бір проблемасына кіріп кетудің керегі жоқ жігіттер. Төменге осындай қыздармен араласқан болсаң, осындай қыздар танитын болсаң, осындай бір опыт басыңнан өткен болса, астына комментарийге жаза кет. Сенің комментарийің егер бізге қызық болып жатқан болса, соны біз разбор жасайтын боламыз. Сондықтан менің еңбегімнің бағасын осы лайкпен, комментариймен, подпискаға жазумен мені қуантып қоятын едім. Өйткені бұл осындай подписчиктердің көбеюі, қаралымдардың асуы, лайктың, комментарийдің көбеюі, бұл менің сендерге деген жаңағыдай осындай жаңалы пайда видеолар шығаруыма көп әсер етеді. Сондықтан жігіттер, рахметтерің болсын, подписка бөліміне өтіп, подписка басып қойыңдар. Келесі видеоға дейін қош сау болайық.